Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Көрнекті ақын, драматург, жерлесіміз Серік Тұрғынбековтың туғанына 75 жыл толуына орай абонемент бөлімінің ұйымдастыруымен Назипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитар колледжінің жатақханасында Торғайдың бір асыл атты поэзия кеші өткізілді. Бүгінгі кешіміздің көрнекті ақын, драматург, жерлесіміз Серік Тұрғынбековтың 75 жасқа толуына арналады. Олай болса, Торғайдың бір асыл атты кешімізге қош келіпсіздер. Ақындарға тек осындай теңеу лайық. Заман бар ма, тарихын тыңдатпаған, әр тарауы, әр жолы қымбатмаған. Желдеген бір тірі адам, ана ғой ол. Бәрімізді әлдилеп, ұндастыра деп, ақын өзі жырлағандай. Анадан ақын болып туылған Серік Тұрғынбеков қашанда жер қанатты, жүйрікті, топты жарған тұлпарлар дүниеге келген қасиетті Торғай жердегі батыр атамыз Әліби Жангелдин атындағы Ақшқанат атты ауылындағы Төлеген қыстауында дүниеге келген. Анадан ақын болып туылған деу осыда шықса керек. Өз әкесі Тұрғынбек Серіктің 6 жасында дүниеден озады. Ол кісі қара жая болмаған, ең ішінде әншілік стилінің өнері болған, домбыра тартып, әзіл қалжыңға фильм болған екен. Жас Серікті бағып өсіріп тәрбиелеген анасы Жұмакүл әкесінің жоқтығын білдірмей, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқытпай, аналық мейірімен еркелетіп өсіріп, дүниеге келген Торғай келбеті, өлеңі орындаушы Қонарбай Жібек. Көне Торғай, көне боп қатқан толақта, тарихым бар, сығанақтай сұлбақта. Азаттығын орнаған күн болды тек, жатып алдым, қанмен қапер, тіл қақпай. Жатып алдым, тұяқ серппей қозғалмай, жанашыптың адамына кет болмай. Енді сенің қасіретің қосылып, төрт құлла түгел болып. Күздігін қазанайы қарашылық, арқаның асау желі алаптырып, жер тарпыл сейфолланың сәйгілігі, түн бойы байлап қойған таң асырып. Тыпыршып, тұра алмады байлауында, ортауда ескененің жайлауы. Туған жер талай бейнелі, шаршамай талай шарланар, тыңдамай өтер келмені, ендігі тұлпар мен болар. Нағыз ақын, Құдай жалғыз, сонан соң Абай жалғыз. Абай жалғыз болған соң Абай. Поэзия кешіне ат салысқан колледж студенттеріне Қонарбай Жібек, Балахмет Заманбек, Сансызбай Мұхамбет Нұр, Қуанышбай Роза және тәрбиеші Бірмаканова Жанар Хамит қызына алғысымызды білдіреміз.